Эдуард жаңа ескі қатысушы, Хадишада белгі, Хадиша жылауы. Мен қалыптастырып алады өмір адамды. Бізде жарнамадан кейін Эдуард. Абайдың қара сөздері. Бірінші сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізде Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзін түгел көре алмайтұғын. Ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз, күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұндасып шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қарайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнінде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын, қай харекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпенен керерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам, оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын. Кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. 1890 жылы. Абай атамыз бірінші қара сөзінде не жазған, не туралы жазған? Бұл жасқа келгенде біз өмірімізді, яғни қалай өткіздік, жақсы өмір сүрдік пе, көп қателік жасап, жаман өмір сүрдік пе, соны бірталай өмірімізді өткіздік дейді. Осы жасқа келгенше біз алыстық, жұлыстық, айтыстық, біреулермен тартыстық, соғыстық, әйтеуір алысып, жарысып, әурешілікпен күн көріп келдік. Енді орта жасқа келгенде шаршадық, біз жалықтық бәрінен. Жасап жүрген жұмысымыздың қызығы жоқ екенін, пайдасы жоқ екенін, бәрі қошлық екенін түсіндік. Енді қалған өмірімізді қалай өткіземіз, не қыламыз деп қайран қаламын өзіме дейді. Сол кезде немен айналысам мен ары қарай деп өз-өзіне сұрақ қояды Абай атамыз. Ел бағу, яғни әкім болып сайланып, ел бағайын ба дейді. Жоқ, ол елге ел баға алмаймын. Оны бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, немесе жастар бақпаса, бізді Құдай сақтасын дейді, бізді ел бағудан. Мал бағу жоқ, оны да баға алмаймын. Оны балалар өздері бағар дейді. Енді қартайғанда өзін түгел көре алмайтұғын ұрылардан қалай мен мал бағамын, қалай оны қорғаймын дейді. Қалған аз ғана өмірімді мал бағып,
қор қылар жайым жоқ дейді. Ғылым бағу жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөйлесер адам жоқ дейді. Ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгенімді кімге үйретемін, ал білмегенімді кімнен сұраймын дейді. Кім маған үйретеді? Мұндасып менімен сөйлесетін адам болмаса, кісі болмағаннан кейін ғылым өзі тез қартайтатұғын күйік дейді, тез қартайтады адамды. Сондықтан да ғылыммен айналыспаймын. Софылық, яғни дін бағу жоқ, ол да болмайды. Маған тыныштық керек, оған тыныш болу керек өмірім көңілінде тыныш болу керек. Осы елге, осы жерде не қылған софылық, не қылған дін бағушылық бұл. Балаларды бағу жоқ, балаларды да баға алмаймын. Оларды қалай бағамын? Мен ол бағудың мәнісін білсем бағар едім. Оларды кім бол деп бағамын, кім бол деп үйретем оларға, қандай тәрбие беремін мен оларға, қандай білім беремін, не қыл деп айтамын, өскенде не бол деп бағам оларды. Оны да мен ермек қыла алмаймын алдағы өмірімде дейді. Ең соңында мен ойлап жаңағы ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын дедім. Ол дегеніміз осы қара сөздерді, өзімнің білгенімді қағаз бетіне түсірейін, соны кітап қылып жазайын дейді. Соны білгенімді жазайын. Керек адам болса оқып алар, керек емес болса оқымай-ақ қойсын, өзіме өзім жазғаным деп, соны ермек қылайын деп абай атамыз қара сөз жазуға қалай келгенін осы бірінші қара сөзінде айтып кеткен болатын.